Мен форумда болдым. Бас дәрігерлердің бәрі осы технологияны қолдануға келісім берді. Жарайды енді уақытымды алмайын. Жақсы. Апа, тамақтандым. Сіздерге бір айдан соң келемін. Жақсы, хабарласам. Әкеме сәлем айтыңыз. Ертең керемет қой. Күтіп алу керек па? Мен Астанада бұйыртса бүгін болам. Ертең жолға. Жақсы. Рахмет. Телефонда сөніп қалды. Аға, айыпқа бермаңыз аға, я. Айтайын деген, аға мен өзім курьермін ғой, курьер. Сол айтайын деген маға сіз арқылы Астанаға бір зат салып жіберсем, бола ма? Такси керек пе? Жоқ. Сізге айтып тұрмын ғой, бұл чемодан менікі емес. Сіздерге қалдырып кетсем бола ма? Иесінің өзі келіп алып кетеді. Белгісінде сіздің аты жөніңіз жазылып тұр ғой. Қалайша сіздікі емес? Жоқ, маған бұл чемоданды иесіне тапсыруды өтініп еді. Біз жағдай болды ғой. Кешіріңіз, біз қабылдай алмаймыз. Что брат? Такси керек па? Керек емес па? Кассе дал мне билеты. $3000. Билет был из Сан-Паулу в Буэнос-Айрес. А на деньги я должен был купить себе билет из Буэнос-Айреса до Сиднея. У меня появилось очень нехорошее предчувствие. Внезапно Хосе повернулся и спросил: «Ты хоть знаешь, что везешь?» «Я везу золото», а он сказал: «Нет, не золото. Ты перевозишь кокаин». Сердце у меня остановилось. Челюсть отвисла. Я не чувствовал, что есть какой-то другой выход, и решил действовать до конца. Я повернулся, увидел значок и сразу понял, что меня арестуют.
саған ойластырған жоспар болды. Бірақ ішінде есірткі болса, мен әуежайда ұстап алады. Менен Шерлок Холмс қайдан шықсын? Жағдай былай. Мына чемоданда сіздердің дүкендеріңіздің аты жазылған екен. Енді мен сіздер арқылы осы чемоданның иесін таба аламын ба? Өкінішке орай бұл мүмкін емес. Осындай чемодан миллионы сатылды. Ничего не. Откройте. Азамат Серікұлы, сәлеметсіз бе? Сәлем, Әсел. Сіздің жүрек сканеріне байланысты жобаңыздың қабылданғанын естідім. Құтты болсын. Сканер? Рахмет. Қашан келеді? Жақын күндері келеді. Күтудеміз. Кешіріңіздер. Кеңес беру және қабылдау бізде түстен кейінгі уақытта. Азамат Ибраев. Иә. Сарыарқа аудандық ішкі істер департаментінің тергеушілеріміз. Біліп еді. Ішім сезіп еді. Негізі қасақана жасалынған дүние. Есірткі ме сонда? Қайдағы есірткі? Нет, вы все неправильно поняли. Сотрудник курьерной службы написал на вас заявление. Вчера ночью он прислал нам видео, в котором видно, как вы выходите из аэропорта с этим багажом. Иә, мен шығып кеттім. Ол бір қызық дүние болды. Негізі мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Керісінше мен курьердің өзін күттім. Жоқ, аға, алаңдамаңыз. Біз қазір бөлімшеге жүрейік, сол жерде түсініктеме жазыңыз. Бәрі шешілер сол жерде. Чемоданның жоғалғаны туралы ол іске де хабарлама бергенсіз ба? Иә. Түсінікті. Жақсылық жасайын деп бұл кісі орнып отыр ғой. Жарайды. Чемодан бүтін ғой әйтеуір. Клиенттердің алдында репутациямыз біздің мінсіз болу керек. Дұрыс курьерлерде қалған жоқ. Жұмыстан шығару керек шығар бәрін. Я вчера весь аэропорт обошел. Этого человека нигде не было. Неге өтірік айтасың? Мен 2 сағат әуежайда отырдым. Бірақ мына кісіні көрмедім. Мы, курьеры, самый ответственный и честный народ. Так что не надо тут, ладно? Наверное, забыли сами и уехали куда-нибудь. Жарайды. Бәрі анықталды ғой.
Жай ғана түсініспеушілік болған ғой. Істі жабамыз. Кете берсем бола ма? Болады. Аға, есікті тұстай тұрасыз ба? Жоқ. Осыдан біреу көмектесіп болсын. Аға, есікті тұстай тұрасыз ба? Давай. Ага! Ага, подождите, ага! Ага! Вы меня извините, что я на вас наговаривал. Если честно, я вчера сам в аэропорт не приехал. А если бы заявление не написал, я бы посылку не нашел. А без посылки меня бы уволили. Да пошел ты! Кешіріңіз, аға. Добрый вечер. Тут на ваше имя посылка из Германии. Можете вы здесь расписаться, пожалуйста? Мазақтап тұрсың ба? Міне, өзің сөз түсінбейді екенсің. Жақсылықпен кетіп қал. Ағай, подождите, вот же адрес Валиханова 87, квартира 1316. Ал? Ну, значит, это посылка на ваше имя. Вот же тут написано, посылка для Ибраева Азамата. Из Германии, город Берлин. Категория посылки кардиохирургия, медицина. Все же правильно? Қолды поставьте туда. Ага, давайте без меня посмейтесь, мне еще целую машину развозить надо. Да? Все, проходит. Мінекей әріптестер. Осы аппарат арқылы біз жүректегі байқалмайтын өзгерістерді көре аламыз. Сондықтан да ота жасағанда аса бір тәуекелге бармаймыз. Және де бұл аппараттың техникалық мүмкіндігі инфаркт, миокарданың асқынын алдын ала көре отырып, хирургиялық ота жасаймыз.